Сәлем достар, бүгін біз ерекше берлинер тоқашын дайындаймыз. Өте дәмді. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін 250 грамм жылы сүтке 1 шай қасық дрожжи және 1 шай қасық қант қосып араластырамыз. 15 минутқа қойып қоямыз. Енді 50 грамм ерітілген сары май қосамыз. 1 жұмыртқа қосамыз. 80 грамм қант қосамыз. Араластырамыз. Енді 650-700 грамм шамасында ұн қосып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Қамыр қолға жабыспайтын болу керек. Енді 1,5-2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Осы арада тоқаштарымыздың кремін дайындаймыз. 2 жұмыртқаға 150 грамм қант және 2 ас қасық толтырып крахмал қосамыз. Араластырамыз. 400 грамм сүтті жылытамыз. Жұмыртқа қантты қоспаға жылы сүттен жартысын құйып араластырамыз. Енді осы массаны қалған сүтке қосып пісіреміз. Қоюланғанша араластырып тұрамыз. 2 ас қасық какао қосамыз. Араластырамыз. Креміміз дайын, суытып қоямыз. Көтерілген қамырды жаямыз. 7-8 мм қалыңдықта болуы керек. Домалақ етіп кесіп шығамыз. Тоқаштарымыздың бетін жауып 15-20 минутқа расстойкаға қоямыз. Көтерілу керек. Табамызда майды жақсылап қыздырамыз. Қызған соң майдың астын төмендетеміз. Орташа отта берлинерлерді қуырамыз. Екі жағы қоңыр сары болғанша. Осылай барлық тоқаштарымызды пісіріп аламыз. Піскен берлинерлерді қант ұнтағына араластырып аламыз. Ыстық кезінде. Енді берлинерлердің ішіне крем салып шығамыз. Біздің берлинерлер дайын, өте дәмді, балалардың көңілінен шығады. Оларға ұнайды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, кеңес беремін. Өте дәмді тоқаштар. Менің видеом ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.